Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Бүгін біз сіздермен доллар гүлін тек қана анадай құр ағашын ғана қалай тамырлату туралы сөйлескім келіп отыр. Ешқандай да жапырағы жоқ. Қараңыздаршы, ешқандай да сабағы, еш нәрсесі жоқ. Құрнандай қалған таяғын ғана мен суға сала салған болатынмын. Тамырласа тамырлайды, тамырламаса оны көрерміз деп. Назарларыңызда мына өте әдемі тамырлаған. Қараңыздар, тамырлары өте әдемі. Мына жерде мына уже стрелкаларын жіберіп жатыр. Мына көрініп тұрса қараңыздар, стрелкаларын уже жіберіп жатыр. Мына картошкасын да шығарған, тамырларын да шығарған. Менің каналыма кірсеңіздер, доллар гүлін жапырақтан көбейту туралы, сабақтарынан көбейту туралы, суға салып көбейту, топыраққа тепличка жасап, топыраққа салып көбейту, соның барлығын көре алатын боласыздар. Мен экранға суретін шығарып, ссылкасын описанияға қалдыратын боламын. Доллар гүлінің күтімі өте оңай, суккулент сортына жатады. Суды қатты жақсы көре бермейді бұл гүл. Мына жерде сіздерге қазір көрініп тұрса, қараңыздар, су активированный уголь қосылған бұл суға. Активированный угольді шыққан тамыры шіріп кетпес үшін қосамыз. Ана қап-қара болып тұрған ол активированный уголь. Одан кейін бұл суды ауыстырудың қажеті жоқ. Егер суы қатты азайып кетсе, үстінен су құйып тұрыңыздар. Ал суды төгіп тастап, жаңа суға ауыстыруға болмайды. Ол кезде тамыр шығармай қояды. Егер суы азайып кетсе, үстінен құйып тұрған дұрыс. Бұл доллар гүлді қандай топыраққа отырғызамыз деген сұраққа жауап беру үшін ол туралы менде видео бар. Топырақ дайындау, қандай топыраққа отырғызу туралы, соны да көрсеңіздер болады. Төменге қалдырып кетемін ссылкасын. Және доллар гүлінің күтімі, доллар равен, доллар зензидің күтімдері туралы менің каналымда бар. Оны да экранға суреттерін шығарып, ссылкасын описанияға қалдыратын боламын. Доллар гүлдеріңіз қандай жағдайда болса да тастауға асықпаңыздар. Бір ғана таяғы қалса да тамыр шығарып, стрелкаларын жіберіп жатыр. Өте күтімі оңай, суды жақсы көре бермейтін гүлдердің қатарында. Топырақтың да қатты құнарлы болған талап ете бермейтін гүл. Назарларыңызға рахмет. Егер видео ұнаса лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, төменге комментария қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Сау болыңыздар.